Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағы 88-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз әріпті өрнектер. Бірінші есеп. Әр есепке сәйкес өрнекті таңда. Бірінші А нұсқасы. Киіз үйдің алдында 3 адам отыр. Егер киіз үйдің ішінде Б адам отырған болса, онда мерекеге барлығы неше адам қатысты? Екінші Ә нұсқасы. Егер киіз үйдің ішінде отырған Б адамның үшеуі сыртқа шығып кетсе, онда киіз үйде неше адам қалды? Бұл жерде Б әріпіне 5, 4 болғандағы өрнектердің мәнін табу керек екен балалар. Олай болса есеп шығарамыз. Бірінші А нұсқасы. Б қосу 3, Б-ның мәні 5-ке тең болса, 5 қосу 3 тең 8. Сонда мерекеге барлығы 8 адам қатысқан екен. Екінші, киіз үйдің ішінде отырған Б адамның үшеуі сыртқа шығып кетсе, онда киіз үйде неше адам қалды? Б азайту 3, Б-ның мәні 5-ке тең болатын болса, 5 азайту 3 тең 2. Сонда киіз үйдің ішінде 2 адам қалды. Жақсы балалар, келесі екінші есеп. Қыздар мерекеге арнап моншақтан әшекейлер жасады. 100 азайту А өрнегінің мәнін тап. Мұндағы А 50-ге, 20-ға және 80-ге тең екен. Бұл жерде есепті былай шығарамыз. А-ның орнына берілген сандарды жазып, 100-ден азайтып, мәнін табамыз. 100 азайту 50 тең 50, 100 азайту 20 тең 80, 100 азайту 80 тең 20. Міне балалар, осылай жауабын табамыз. Үшінші есеп. Әріпті өрнектер жаз. А тең 20 болғандағы қосындының мәнін тап. Қосылғыш, қосылғыш, қосындының мәні. Яғни бұл жерде А деген жерге 20 деген санды қойып, 50-ге 20-ны қоссақ 70, және 20-ға 20-ны қоссақ 40, 70-ге 20-ны қоссақ 90 деп мәнін табады екенбіз балалар. Төртінші есеп. Бос орындарға тиісті сандарды ата. Біріншінде 10 қосу 70 тең 80, 30 қосу 60 тең 90. Солай шығара береміз балалар. Бесінші. Суреттегі фигуралардың әр түрін сана. Олар қандай түске боялған? Бірінші, жасыл түсті 3 бұрыш бізде 4 екен. Күлгін түсті 3 бұрыш 4, қызыл түсті 4 бұрыш 2, сары түсті 4 бұрыш 4, және көк түсті 3 бұрыш 4, қоңыр түсті 3 бұрыш бізде 2 екен балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар, каналға жазылып алыңдар.